Жұмыртқаны тек таңғы асқа емес, осындай дастарханда сәнін келтіретін тіске басар дайындаймыз. Өте керемет, тойымды, дәмді, ерекше болып шығады. Алдымен жұмыртқаны суға пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін әбден суытып, осылай пышақпен кесіп, сарысын бөлек, ағын бөлек алып аласыздар. Ағын енді осылай ұнға, жұмыртқаға, панированы сухариға аунатып, қызып тұрған майда екі жағынан қызарғанша қуырып алатын боласыздар. Әбден қуырылып болғаннан кейін салфетканың үстіне кішкене майы сіңгенше қалдырып суытасыздар. Енді жұмыртқаның сарысын осылай вилкамен езіп, үстінен осылай қаймақ немесе майонез саласыздар. Мен домашний майонезбен кішкене укроп салдым. Араластырып аласыздар да, жаңа жұмыртқаның ішіне осылай қасықпен осылай ақырын начинка ретінде салып шығасыздар. Мен кішкене осы укроппен де сәндеп жібердім. Өте керемет дәмді болады екен. Әрине осыны тіске басарды чемпион голд кения сынсыз шаймен, ешқандай краска жоқ. Осыны шаймен бірге іштік. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ас болсын.